Қара аққудың махаббаты. Бірінші бөлім. Мен өмірге бейкүнә келген жан едім. Тағдыр сынағым екен. Қара жерде көтере алмас күнәні арқалап жүрген пендеге айналған мүсәпірмін. Аудан орталығында тұратын шағын ғана отбасымыз бар еді. Әкем бір мекемеде бас есепші қызметін атқаратын. Жағдайымыз жаман еместін. Анам бар өмірін бізге арнап, үйдің берекесін кіргізіп отыратын. Мен және жалғыз інім бар бақытымыз сол болатын. Не ішем, не киемін деген уайым болған жоқ. Қалағанымызды алып беріп, қолымызды ешқашан қаққан емес. Бәрі де бақытты, бәрі де тыныш еді. Бірақ ұядай болып отырған отбасымызды бір әйелдің сұмдығы бұзды. Ол жесір қалған адамның жан құрбысы еді. Әкем мен анамның ортасына түседі деп кім ойлаған? Үнемі анамның жанында жүретін, сыр бөлісетін, бірақ ол сырттай сырласқанмен іштей бізге қас дұшпан екенін жасырып жүріпті. Аңғал анам оны кеш білді. Жалынып жүріп әкемнің қасына жұмысқа орналасты. Сол сәттен бастап шаңырағымызды іргесі сөгіле бастады. Көрінгеннің көңілін аулап, қолынан келмейтін қулығы жоқ екен. Көп ұзамай әкемнің жүрегін улап, құшағына кірді. Ол сұр жыландай сырғып кіріп, біздің берекемізді қашырды. Бақыттан бал-бұл жайнаған анамды мұңға батырып, ауруға шалдықтырды. Әкемді тартып алып кеткен соң, бізге әкем мүлдем қарайламай кетті. Сол кеткеннен қайтып іздеп те соққан жоқ. Бір кезде қорғаным, арқа сүйерім деп жүрген әкеміз жат болып шыға келді. Ал біз жетімсіреп қалғандай болдық. Анасы бар, бірақ жүрегі қан жылап жүрген әйелдің қасында өскен бала бақытты бола ма? Жалғасы